4-нче есебі. 9 сабақтың 4-нче есебі. 4 қара сиыр мен 3 сары сиырдан 5 күнде қанша сүт алынса, 3 қара сиыр мен 5 сары сиырдан 4 күнде сонша сүт сауылады. Қандай түсті сиыр сүтті көп береді? Қара ма, әлде сары ма деп айтқан екен. Бұл есепті шығару барысында біз қара сиыр мен сары сиырларды Q және С деп алайық. 4 қара қосылған 3 сары екеуі бірігіп 5 күнде. Демек, екеуінің қосындысын 5-ке көбейтуіміз керек. Көбейтеміз 5-ке. Осы кезде қанша сүт берсе, яғни қанша сүт берсе, 3 қара сиыр мен қосылған 5 сары сиырдан 4 күнде деп айтса, демек осы екеуінің сүттерін есеп қосып 4-ке көбейтеміз бұл жолы. Мына жақта 5-ке көбейтсек, мына жақта 4-ке көбейтеміз. Сол кезде екеуінен де алынған сүттеріміз өзара қандай деп айтты? Сонша сүт береді дейді, яғни тең деген сөз. Мынада қанша литр шықса, мынада сонша литр шығады деп тұр. Демек, мына екеуі тең болады деген сөз. Жақшаның сыртындағы санды жақшаның жеге көбейтеміз. 4-ті 5-ке көбейтеміз, яғни 20Q қосылған. Мына жер бізде 4 қара және 3 сары екен ғой. Мына жер С 3 болу керек екен. 3 болу керек екен. 3 сары дегендегі. Демек, екеуінің көбейтіндісі 15 С болады. Тең. Мына жақта да көбейтеміз. 3 жердегі 4-іміз 12Q қосылған 20 С болады. Яғни, қара сиырларды оңға, сары сиырларды сол жаққа шақырайық. Сонда 20Q-дан 12 Q алатын болсақ, 8 қара тең болады. Екеуінің айырмасы 5 сары. Демек, 8 қара сиыр менен 5 сары сиырдың сүттері қандай деп тұр? Тең деп тұр. Енді сиырлар саны мына жақта азырақ. Демек, 5 сиыр жабылып 8 қараны береді. Демек, сары сиырымыз не болып тұр? Сүтті болып тұр. Жауабы сары сиырымыз сүтті көп береді екен. Келесі. Алмұрт алмадан ауыр, бірақ апельсиннен жеңіл. Алма шабдалдан ауыр, ал апельсин ананастан жеңіл. Осы жемістердің ішіндегі ең ауыр мен ең жеңілін тап депті. Алмұрт алмадан ауыр, яғни алма мына жақта қалып қалады екен. Ауыр, бірақ апельсиннен жеңіл. Демек, жерде не бар? Апельсин бар. Ал алма шабдалыдан ауыр, апельсин ананастан жеңіл. Алма шабдалыдан ауыр. Яқта шабдалы түседі екен. Ал апельсин ананастан жеңіл. Апельсин ананастан жеңіл. Демек, ең ауыры ананас болайын деп тұрған сияқты ғой. Ананастан жеңіл. Осы жемістердің ішіндегі ең ауырын тап. Ең ауыры мына жерде бізде апельсин болып тұреді. Ал апельсин ананастан жеңіл деп айтты ғой. Демек, ең ауыры ананас. Яғни, ең ауыр ол ананас болып саналады екен. Арғара кеттік. Ал ең жеңілін іздеу керек. Ең жеңілі мына ең үстіндегі де бізде алма жеңіледі. Ал алма шабдалдан ауыр деп айтты. Демек, мынаның мына жағында не бар деген сөз? Шабдалы бар деген сөз. Сонымен ең жеңілі шабдалы. Болды, жауабы табылды. Келесі есеп. 3 алма мен 2 апельсиннің салмағы 255 грамм. Яғни 3 алма қосылған 2 апельсиннің салмағы, яғни екеуін қосатын болсаңыздар, 255 грамм шығады екен. Ал 2 алма менен 2 алма қосылған 3 апельсиннің салмағы 285 грамм. Яғни осынша грамм, мына да грамм. Демек, бұл есеп бізде теңдеулер жүйесі болады деген сөз. Енді теңдеулер жүйесін шешудің бізде тәсілдері өте көп қой. Яғни алмастыру тәсілі бар, қосу тәсілі бар, тағы да қандай сызықтық, яғни график арқылы табуға болады деген сияқты. Енді қосу тәсілімен шығарып көрейік мына есепті. 3 пен 2. 3 пен 2-нің ортақ бөлімге келтіреміз қазір. Яғни ортақ бөлімі қанша болады? 3 алма мен 2 апельсин. Демек, мына қатарды біз көбейтеміз. 2 мен 3-тің ортағын 6-ға келтіруге болады. Демек, мына қатарды 2-ге, мына қатарды 3-ке көбейтсек болады екен. 2-ге көбейтсек мына жақ 6 болады, 3-ке көбейтсек мына жақта 6 болады. Бірақ та бұл жағдайда біз біреуіне минус қоюымыз керек. Минусты мына жаққа қоя салайық. Сол кезде біздің жүйеміз сәл өзгереді. Қосу тәсіліне келеді. Екі жердегі үшіміз минус 6а азайтылған
минус 4 апельсин тең болады минус мына екеуінің көбейтіндісі 250-ді 2-ге көбейтетін болсаңыз 500 болады да, ал мынау 510 болады екен, иә? 510. Ары қарай кеттік. Мына қатарды 3-ге көбейтеміз деп айттық. Демек 6а қосылған 9 ап дегеніміз ол біздің апельсиніміз. Ал мынаны көбейтетін болсақ 3-ге аяқ жағынан бастап көбейтейік. 15 бір ойда. 3 жердегі 8-дің 24 ойдағымен 25 2 ойда. 6 ойдағымен 8. Енді осыны баған түрде қосамыз. Қосатын болсақ, мына екеуі жойылады. Мына екеуін қосқан кезде мына жерде 9-дан 4 алынады да 5 апельсин қалады. Тең. Мына екеуін қосатын болсақ, тағы да азайтылып кетеді жаңағындай. Біреу теріс, біреу оң. 5-тен 0 алсаңыз, аяқ жағы 5 қалады. 5-тен 1 алсаңыз, мына жерде 4 қалады. Мына жерде 3 қалады екен. Осымен апельсинді анықтайтын болсақ, 345-ті 5-ке бөлеміз. 345-ті 5-ке баған түрде бөлетін болсақ, яғни мына жаққа бөле салайық. 345 бөлінген 5 алттан береді екенбіз. 30 и 45 түсетін болса, енді 9-дан береміз. Демек 69. Бір апельсиннің салмағы 69 грамм. Енді алманы табуымыз керек, алманы табатын болсақ, апарып орнына қоямыз. Сонда 3 алма қосылған 2 апельсин 2 көбейтілген 69 тең 255-ке. 3 алма тең болады 255-тен азайтамыз екеуін көбейтіндісін. 18 бір ойда, 12 ойдағымен 13. Енді осы жерден 3аны табатын болсақ, 255-тен 138 азайтамыз. 255 азайтылған 138 тең 117 шығады екен. 117. Осы жерден аны табатын болсаңыздар, 117-ні 3-ке бөлеміз, яғни 39 шығады. Сонымен бір алманың салмағы 39 болады да, апельсиндікі 69. Барлық алма мен апельсиннің салмақтары тең деп айтылды. Бізде қайсысы ауыр деген, иә? Демек, жауабында бізде апельсин ауыр деген жауап табады екенбіз.